Енді біздің келесі сабағымыз категориясын анықтау. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіреміз. Осы жерде жоғары тұрғандарға кіреміз. Мысалы, мынаған кірсек, бұл жақта детский киімдер, мына жақта үйге керекті заттар, мына жерде көйлектер, одан кейін ерлердің киімдері және ары қарай неше түрлі категорияларды көре аламыз. Енді біз ең көп өтетін товарларды анықтайтын боламыз. Мысалы, мына жерде үйге керекті заттардың ең көп өтетіні, мына жерге кіреміз. Осы жерде адамдардың ең көп сатып алатын товарлары көрінеді. Енді біз Pinduoduo сайтынан товар іздейміз. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіріп, поискқа кіреміз. Осы жерде, мысалы, голосовоймен айтсаңыз да болады, немесе мына жерде сурет бар. Сол сурет арқылы іздесеңіз болады. Өстіп қоямыз да сумканы. Біріншіге кірейін. Осы жерде бірінші мына отзывтарды қараймыз. Адамдардың жазған отзывтарын кіреміз. Осы жерден скриншоттап алып, переводчикқа салып аударып аламыз. Бұл жерде качествосы жақсы деп айтқан екен көбісі. Енді магазин рейтингін анықтаймыз. Ол үшін астыға түсеміз да, осындай магазин рейтингі тұрады. Бұл жерде магазин рейтингі 4 немесе 5 жұлдыз тұрғанда ғана заказ бере аламыз. Ол міндетті түрде